Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз риск менеджмент тақырыбын талқылайтын боламыз. Риск менеджмент деген не, оны қалай қолданамыз? Так, давайте мынандай сұрақтан бастайық. Риск менеджмент деген не? Риск менеджмент деген ол бізде сіз сделкаға кірген кезде сіз жоғалтуға дайын сумма. Ол бізде обычно 1, 2, 5, 10% суммасына, яғни көлеміне байланысты болады. Енді обычно проптарға мен 1-2% ғана максимум қолданамын, и лайф торговляда да өзіме де тоже 1-2% рискті аламын. Енді оны қалай есептейміз? Мысалы, біздің баланс криптовалютный биржада болсын, форекста болсын, кез келген жерде $1000 болсын, да? Мысалы ретінде алайық. Және де осы $1000-дан тек стоп-лосс болған жағдайда, яғни 1% риск болсын да бізде. И стоп-лосс болған жағдайда біз тек қана $10 қалай жоғалтатынын етіп қоя аламыз. То есть 1% ғана риск жасайтын боламыз. Соны қарастырайық. Так, енді бізде оны жасау үшін TradingView'да панель инструментов бар. Панель инструментінің ішінде бізде инструменты для измерения позиции и прогнозирования деген бар, да? Осыған басамыз, және де осы жерде бізге керек нәрсе длинная, короткая позиция деген екі позиция. Так, давайте екеуін шығарып қойайық. Длинная позиция деген ол бізде лонг позициясы, короткая деген шорт, оны білесіз деген ойдан. Так, енді қарайық, бізде изначальный баланс қандай? $1000, да? И бізден осы жерден $1000-дан риск менеджмент қалай қою керек? 1%, да? К примеру. И біз стоп-лосс болған жағдайда 1% ғана жоғалтатын қылып қалай істейміз? Так, сонымен кеттік. Бізде екі инструмент бар. Длинная позиция, короткая позиция деген, да? И осыған біз аламызда настройкаға өтеміз. Және де балансымызда размер счета $1000, риск 1% деп қоямыз. Размер лотаға тиіспейміз. Осылай қалдырамыз. Бұл форекс нарығында да пока что. Так, және де бізде қарасақ, то есть сумма $990 деп тұр, яғни стоп-лосс болған жағдайда бізде $990 ғана қалады деп тұр, яғни біз $10 ғана риск жасайтын боламыз. Табысымыз бізде 1034, яғни $34 прибыль болады. 3/44, да, количество. Ол табысымыз біздің мына жердегі риск прибыльға байланысты, риск ревордқа. Вот. Енді бір ситуация жасайық. Қазір сол ситуацияда көрейік қалай болады. Так, бізде, допустим, мына зона бар. Осы зонадан біз лонг алғымыз келді деп есептейік. Давайте стоп зонаның артына қойайық. Және де тейкті давайте вот мына жерге дейін апарып қойайық та, мысал ретінде. Так, енді қарайық, біз стоп-лосс болған жағдайда $10 ғана жоғалтамыз, тейк болса $22 табамыз. Так, енді стоп-лосс астыға қарай түсіріп көрейік. Біз астыға түсірген кезде тоже $990, яғни $10 ғана жоғалтамыз, тейк болғанда уже біздің табысымыз бірақ азайды. Бұл неге байланысты, да? Бұл инструментті қолданған кезде бізде маңызды нәрсе ол количество деген бар. То есть сіз позицияға кірген кезде осынша ғана количество объеммен позицияға кіруіңіз керек. То есть сіз осынша ғана активті сатып алу керек, осынша мөлшерде ғана, чтобы сіздің стоп-лоссыңыз тек қана $10 болу үшін. Так, енді оны қалай есептейміз, да? Бізде форекс нарығында және де крипто нарықта олар отличается. Және де осыны қарастырайық. Так, давайте қазір евро-долларға көрсетейін. Евро-USD. Так, давайте еще ГБП USD, да? Осыларда бізде көбінесе біз мына жерде тұрған количествоны 100 мыңға бөліміз керек. То есть N бөлінген 100 мың. Осы количествоны жазсақ, то есть мысалы 7142 дегенде біз 100 мыңға бөлу керекпіз. Ол дегеніміз қалай? Так, қазір 100 мыңға бөлсек, бізде қанша сумма шығады? 0,0, примерно 7 осындай сумма шығады. Және де біз осы сумманы MetaTrader 5-ке өзіңіздің терминалыңызға жазсаңыз, сіз осынша сумма ғана жоғалтатын боласыз. Одан көп жазып қойсаңыз, соответственно, сізде көп сумма жоғалтатын боласыз. Так, и мына жерде короткая позициямен то же самое. Балансыңызда $1000 деп қоясыз. Риск сізде 1%, және де
окей. И стопты қай жерге қойсаңыз да сізде только вот $10 ғана жоғалатын болады. Егер де рискті 2% қылғыңыз келсе, мысалы онда сіз 2% деп жазасыз, және де сізге мына жерде уже 14.285 дейді. 14.285 аласыз да 100 мыңға бөлесіз. Ол жерде сізде уже 0.4 деген сумма шығады примерно. И осы сумманы MetaTrader'ға жазасыз. И осы жерден сізде осындай риск менеджмент шығады. Так, бұл бізде евро-долларға болған, и шортқа қарасайық қазір. Так, шортқа тоже самое. Стопты қоясыз. Давайте реальный графиктен тоже покажу. Мысалы, біз мына зонадан позицияға кіргіміз келді делік. Шорт деп. Стоп-лосс зонаның артына, к примеру. Тейк, мысалы, мына минимумға дейін, да. И бұл жерде қарайық. То же самое балансы 1000, тейк $22. Так, рискті мысалы, давайте 5%-ге көтерсек, бізде уже количествоны тоже өзгерту керек болады. Бұл жерде уже біз 7000 емес, да, или там 10.000 емес, уже 47.000 кіреміз. То есть 0 ондан так 47.000 деп жазылайық. 47.000. И бұл жерде бізде 0.47 шығады. Және де осы объеммен кірсек, бізде тура осындай риск менеджмент сақталады. Бірақ бізде уже мына жерде стоп-лосс 5% болады. Уже яғни $50-ымыздың стоп-лосс болған жағдайда қоштасуға дайын болуымыз қажет. Вот. Осылай. Бұл бізде евроға болғанда. Енді алтынға да бар бізде риск менеджмент бойынша. Так, қарайтын болсақ, бізде алтында то же самое инструменттерді қолданамыз, бірақ бұл жерде алтынға. Так, давайте бір пример көрсетейін. Так. Вот мына зонадан позицияға кіргіміз келді дейік, да. Және де осы жерден біз алып лонг позициясын ашқымыз келді. Тейк мына жерге, либо вот мына жақтан целдер тауып алып, мына жаққа қойғымыз келді деп есептейік. Енді бұл жерде тоже жазылып тұр, бірақ бізде количество евроныкінен қарағанда аз, я. То есть еврода 7000 бірдеңке болса, ал бұл жерде уже количество аз бізде. Енді біз не істейміз? Біз бұл жерде көрсетілген количествоны 100 мыңға емес, наоборот, біз хауда берілген количествоны n бөлінген 100-ге дейміз. Сол кезде бізде алтын бойынша риск менеджмент шығады. Мысалы бізде мына жерде 4 деп тұр, яғни біз бұл 4-ті аламыз да 100-ге бөлеміз. Ол жерде бізде қанша шығады? Ол жерде бізде примерно 0.04 шығу қажет. И осы объеммен позицияға кірсек, бізде тура осындай риск менеджмент орындалады. Әрине, сіз өзіңіздің рискіңізді көтерсеңіз болады, 5%, 15%, ну, өзіңіздің қалауыңызға қарай, конечно. И осы жерде объемды тура сол 100-ге бөлесіз. Және де сізге ровно керек, яғни позицияны жасап береді. Риск менеджментіңіз бойынша. Так, яғни мына жерде сіз 3% десеңіз, 3% риск жасайсыз, бірақ табысыңыз уже $84, да, как бы $30 рискнули, а заработали 84. Вот осы деген бізде риск менеджмент. Так, енді біз криптоға өтейік. Давайте криптода, так, бір параны алып шығайын. Вот кинетикта мысалы, біз криптода не істейміз? Криптода қалай бөлеміз? Мысалы, бізде да то же самое длинная позиция бар, короткая позиция бар, да. И біз лонг емес, давайте просмотрим. Бір позицияны қарастыра салайық. Мысалы, біз мына жерде позицияға кіргіміз келді дейік. Давайте вот. Мысалы, мына жерде позицияға кіргіміз келді дейік, к примеру, да. Лонг позициясын алып. И тейк, мысалы, вот мына максимумға қойғымыз келді дейік. И бұл жерде біз тоже риск менеджментті қолданамыз. Оны қолдану үшін мына жерде бізде балансымыз бар. Так, риск давайте 1% болсын. И біз позицияға кірген кезде мына жерде тұрған объемді жазамыз. То есть 460 деп тұр ма? Ровно ештеңкеге бөлмей, тура осы объеммен позицияға кіреміз. Сол кезде бізде осындай
параметрлар, яғни стоп-лосс $10 болады, табысымыз $23 болады. Конечно, сіз табысыңызды бесконечно көтере берсеңіз болады, былай қарай да, яғни үлкейе береді. Бірақ сіз стоп-лоссты тарта берсеңіз, сіздің стоп-лоссыңыз үлкеймейді, яғни бір суммада қалады. Вот осымен бізде риск менеджмент осылай жасалады. Енді видео сізге пайдалы болса, маған дальнейший мотивацияда жұмыс жасауға негіз ретінде видеоны көріп болғаннан кейін маған инстаграмыма болсын да, ватсапқа болсын, телеграмға болсын, видеом пайдалы болды, рахмет деп бір жылы лебіздеріңізді қалдырсаңыздар, фидбэк өте керемет болушы еді. Барлықтарыңызға рахмет.